Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бүгін бізде 2-ші сынып 91-ші сабақ өзіңді тексер тақырыбы бойынша есептер шығарамыз. Бірінші тапсырмада өрнектерді жаз. 32 мен 8-дің бөліндісін 5-ке көбейту. 32 мен 8-дің бөліндісін біз бірінші жақшаның ішіне жазып аламыз, және көбейту 5 дейміз. Жақшаның ішінен 4 шығады, 4-ті 5-ке көбейтсем 20 болады. Ә пунктіндегі есеп А мен 6-ның көбейтіндісін 8-ге бөлу. А мен 6-ны көбейту деп жақшаның ішіне жазамыз, және оны бөлеміз 8-ге. Екінші тапсырма. Екінші тапсырмада x-ті 8 деп алып, өрнектің мәнін табамыз. Бірінші өрнегімізде 80 азайтылған 49 қосылған x. 80 мен 49-ды азайтсақ 31 шығады. Оған x-тің орнына 8-ді қойып жазсақ, мәні 39-ға тең болады. Тура солай екіншісі 162-ні азайтсам 38 болады. Одан 8-ді азайтсам, мәні 30-ға тең болады. Келесі x-тің орнына 8-ді қоям, жақша ішінен 7 шығады. 8-ден 7 аша, 7 алсам, мәні 1-ге тең болады. Үшінші есеп. Мәндері бірдей болатын өрнектерді теріп жаз. 5-ті аға көбейтсек 5А болады, 4-ті 2-ге көбейтсек 8 болады, 3-ті 2-ге көбейтсек 6 болады, 9-ды 3-ке бөлсек 3 шығады. А-ны 5-ке көбейтсем 5А шығады, 12-ні 2-ке бөлсем 6 шығады, 7-ні 2-ке көбейтсем 14 шығады, ал 5-ті В-ға көбейтсем 5В шығады. Демек, бізде теріп жазатын өрнектеріміз мәндері бірдей міне. 5А болған міне, осы өрнектерді теріп жазамыз. Және тағыдан мәні 6-ға тең болған, ол міне бізде осы теңдер екен. Ал осы өрнектер екен. Басқаларын жазудың қажеті жоқ. Келесі тапсырма. Төртінші тапсырмада амалдарды орында. 8 сантиметрге 5 сантиметр көбейтсем 40 сантиметр шығады. 40 сантиметр 5 сантиметрден бөлетін болсам 8 сантиметрден тиеді. 40 сантиметр 8 сантиметрден бөлсем 5 сантиметрден бөлінеді екен. 7 килограммды 3-ке көбейтсем 21 килограмм болады. 21 килограммды 3-ке бөлсем 7 килограмм шығады. 21 килограммды 7 бөлікке бөлсем 3 килограммнан тиеді екен. 6 литрді 4-ке көбейтсем 24 литр болады. 24 литр 4-ке бөлсем 6 болады. 24-ті 6-ға бөлсем 4 шығады. Бұл кезектесіп, орын-орнымен келіп жатыр. 9 минут 2-ке бөлсем 18 минут шығады. 18 минутты 2-ке бөлсем 9 минут шығады. 18 минутты 9 минутқа бөлсем 2 минуттан шығады екен. Ә пунктіндегі есеп 24-ді 1-ге көбейтсем 24 шығады. 65-ті 1-ге бөлсем 65 шығады. 99-ды 1-ге бөлсем сол санның өзі шығады. 1-ді 37-ге көбейтсем 37 шығады. Жақша ішінде 30-дан 22-ні азайтсам 8 шығады. 8-ді 1-ге бөлсем 8 шығады. Жақша ішінен 1 шығады. 12-ні 1-ге бөлсем 1 шығады. А 12 шығады. Бұдан шығатын қорытынды. Кез келген санды 1-ге көбейтсем, сол санның өзі шығады. Сол сияқты кез келген санды 1-ге бөлсем, сол санның өзі шығады деген тұжырымға келеміз. 5-ші тапсырма салыстырамыз. 80-нен 30-ды азайтсам 50 шығады. 50-мен 40-ты салыстыратын болсақ, 40 кем 50-ден болады. Келесі 6-ны 1-ге бөлсем 6 шығады. 6 мен 6-ны салыстырсақ, екеуі тең болады. Аға 1-ді қосқан және аға 0-ды қосқан үстен салыстырған кезде А қосылған 1 артық болады, А қосылған 0-ден. Сол сияқты мысалға кез келген А-ны 2-ке тең деп алады. 2-ке 1 қоссақ 3 болады, 2-ке 0 қоссақ 2 болады. Демек, 0-ды қосқаннан 1-ді қосқан әрқашан артық болады. 17-ге 6-ны қоссақ 23 шығады. Және 10-25-пен салыстырсақ 23 кем 25-тен. 5-ті 5-ке бөлсем 25, 25-тен азайтсам 0 шығады. 0 мен 5-ті салыстырсақ 5 артық 0-ден болады.
бірді v-ға v-ны бірге көбейтсек, олар тең болады. Бұл жерде көбейткіштердің орындарын ауыстырғанмен көбейтіндінің мәні өзгермейді деген тұжырымды қолданамыз. 6-шы тапсырма бізде теңдеулер берілген екен. Бұл жерде күрделі теңдеу, қарапайым теңдеу, олардың әрқайсысын алгоритм бойынша шығарамыз. 59-ға x-ті қосып, 72-ден 9-ды азайтамыз. Сол кезде мәні 63 болады. X-ті табу үшін үлкен саннан кіші санды азайтамыз. Сол кезде x 4-ке тең болады. Тексеру жүргіземіз. 59-ға 4-ті қоссам 63, 72-ден 9-ды азайтсам 63 шығады. X-ті 4-ке көбейтсем, ол 36-ға тең екен. Ол қандай сан екен? Ол үшін 36-ны 4-ке бөлем. Сол кезде x 9-ға тең болады. Орнына қойып тексеру жүргізсек, тең шығады. 36 тең 36-ға деген. 3-ші тапсырма. 66-ға 18-ді қосып, оны x-ті азайтқанда мәні 29 болады екен. Сонда x қандай сан? Ол үшін жақша үшін бірінші орындап аламын. Минус x тең 29-ға тең. X белгісіз ортада тұрғандықтан үлкен саннан кіші санды азайтамыз. Сол кезде x-тің мәні 55 шығады. Тексеру жүргіземіз. 66-ға 18-ді қосып, бұдан 55-ді азайтқанда 29 шығады. 29 тең 29 дейміз. В бөлінген 5 ол 9-ға тең. В тең 9 бөлінген 5, онда В 45-ке тең болады. 45-ті 5-ке бөлсек, ол мәні 9-ға тең екен. Келесі 7-ші есеп. 20-дан кем сандардың біреуін ғана пайдаланып, тура санға теңсіздік жаз. 20-дан кем осыларға сәйкес келетін қандай сан? Ол әрине 19 деп алдым. Себебі 19 артық 18-ден, 19 артық 17-ден, 19 артық 15-ден, 19 артық 15-ден барлық теңсіздікке сай келетін сан екен. 8-ші есеп. 8-ші есепте жарысқа әрқайсысында 4 баладан 3 топ қатысты. Жарысқа барлығы неше бала қатысты? Оқушылар әрқайсының жеке-жеке шартын жазып, қысқаша жазсаңдар болады. Ал мен сразу шығарып кеттім. 4 баладан 3 топ болса, ол әрине 12 бала қатысады екен. Көбейту амалын орындаймыз. Пунктінде жарысқа келген 12 бала 3 топқа тең бөлінді. Ол үшін 12-ні 3-ке бөлемін, сонда әр топта 4 баладан болған екен. Б пунктінде жарысқа келген 12 бала бірнеше топқа бөлінді. Әр топта 4 баладан бар. Барлығы неше бала топқа бөлінді. 12-ні 4-ке бөлемін, сонда олар 3 топқа бөлініп, ойын ойнаған екен. Сонымен оқушылар, бүгінгі біздің 2-ші сыныпқа арналған 91-ші сабағымыз соңына келіп жетті. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.